жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Енді балалар, қазір қазақ тілі сабаққа дайындығымызды біз тексеріп алайық. Өткен сабақта біз қандай тапсырманы өтті, не тапсырма берілді? Жақсы. Сабаққа жақсылап дайындалып келдік па? Енді балалар, мен сендерге өткен сабақты біліп алу үшін сендерге сұрақтар қоямын. Қазір балалар, сендерге сұрақ қоямын. Біз кеше қандай сөз таптарын білеміз балалар? Сұрақ қоямыз. Біз сөз таптары зат есім, сын есім, етістік, үстеу, бодағай, шылау, еліктеу сөздер. Жақсы. Енді қандай сөз тағып өтті? Зат есім, етістік. Адамға зат есім дегеніміз не екен? Зат есім деген ол заттың атын білдіретін сөздер. Оның сұрақтары кім-кімге не? Жақсы. Олай болса, енді адамға қатысты қандай сұрақтар қойылады екен? Кім-кімдер не? Жақсы, кім-кімдер деген сұрақтар қойылады. Ал енді зат есімнің жіктелуі. Қандай септіктер бар зат есімде? Зат есімде 7 септік бар. Атау, әлек, барыс, табы, жарты, шығыс, көмектес. Жақсы. Олай болса, енді зат есім деген жалқы есім дегеніміз не? Жалқы есім дегеніміз жер су аттары, адамның кісі аттары деп бас әріппен жазылатын сөздер. Жақсы, жарайсың. Бекарыс. Ал енді зат есімнің жекеше түріне қандай сұрақтар қойылады екен, абай? Жекеше түріне кім-кімге, кімне? Дұрыс. Диана, сен зат қандай жалғаулар білесің зат есімнің? Қайда бар? Септік жалғау. Септік жалғау, жіктік жалғау, көңілді жалғау. Жарайсың. Ал енді сезім, сен бізге зат есімнің көпше түрлі сұрақтарын айта бар? Кім-кімге не? Кім-кімге? Ал енді сен зат есімнің көпше түрінде қандай жалғаулар қолданылады? Бұлар, ден, дар, ден, тар, тер. Өте жақсы балалар, жақсы. Олай болса, сендер өткен сабақты жақсылап дайындалып білген екенсіңдер. Енді бүгінгі біздің сабағымызды көреміз. Ол үшін біз әзір сөз жұмбақты шешіп алайық. Сол кезде бүгінгі сабағымыз қалай аталады екен, соны біз не қыламыз? Білесіңдер балалар, сендер. Қазір сөз жұмбақты шешіп алайық. Бірінші. Мал өнімінің ата дейді. Келе ғой. Яна мал өніміне не жатады екен? Ал, жаза ғой. Жақсы. Екінші. Жыл мезгілі. Сезім. Аяғым келе. Жыл мезгілі, ол көктем. Көктем жаза ғой. Ал, үшінші, мына топтан шығады, сүттен жасалатын тағам. Келе ғой. Сезін. Иә.
Жақсы. Келе ғой. Кәусар. Уақыт бөлмеге. Сағат. Сағат. Жаза ғой. Сағат. Келе ғой. Әкесінің аты? Аға. Ақа. Ауруды емдеуші бекарыс принцессені ғой? Кім? Дәрігер. Дәрігер. Ең соңында дұрыс есім келе ғой. Өз атын шағатын қыз. Көмек. Көкей. Жақсы. Олай болса балалар, мына төрт көштің ішінен не деген сөз шықты қосқанымызда? Етістік деген сөз шықты. Демек, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз не екен? Етістік екен. Енді балалар, етістік туралы не білемісіз? Білеміз ба? А? Етістік. Айтайықшы, етістік дегеніміз не еді? Етістік деген адамның іс-қимылы, үдеріс сөздері, оның сұрақтары, Енді мына суретте не көріп тұрсыңдар? бірінші суретте балалар жер саяжайына Кәусар, айта қойшы, бірінші суретте не бар? не істеді? Балалар алма терді. Екінші суретте сен дұрыс Балалар құстарға үйшік жасап жатыр. жасап жатыр. Демек, етістік қайсы? Жасап жатыр. Нұргүлда үшінші сурет айта ғой. Қыздар билеп жатыр. Не істеп жатыр? Билеп жатыр. Билеп жатыр. Жақсы. Аяулым? Неде бала табиғаттың суретін салып жатыр. Демек, етістік қайсы? Салып жатыр. Салып жатыр. Өте жақсы. Олай болса балалар, біз олай болса бүгінгі сабағымыз сонымен не екен? Етістік екен, иә? Ал қараймыз балалар, демек етістік дегеніміз заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздері етістік дейміз. Етістіктің сұрақтары не істеді, айтты, не қылды? Мысалы, өсті, ойнады, сайрады. Жарайды балалар. Енді мына суреттегі жаңағы нелер, балалардың не істеп жатқандары. Қандай сұраққа жауап береді? Балалар не істеп жатыр? Не істеді? Жасап Үй жасады. Екіншісінде ойнады. Үшіншісінде сурет салды. алма терді. балыққа жер берді. Ойнады. Ойнады. Демек, бұл жердегі етістіктер осылар болып табылады екен. Демек, олар қандай сұраққа жауап береді екен? Етістік не істеді, не қылды, айтты деген сұраққа жауап береді екен. Енді кітабымызды ашамыз, 60-шы жаттығуға қараймыз балалар. Ал бұл жерде не берілген екен? Біріншісі еті, сәбіз өтіп. Бұл етіп дегенде кемісі етіс, ал өтіп дегенді үстақтайыз, сонда етістік шығады. Дұрыс. Демек, қазіргі өтіп жатқан жаңа сабағымыз етістік деген сөзді не қылды? Етістік деген сөз шықты екен. Жақсы. Енді 61-ші жаттығуға қараймыз балалар. Оқшы. Балай оқиды. Көктем мен жазда басына сары қалпақ киеді. Күзге қарай қалпағы
Сызы дара күрделі екен. Айда, демек. Ұшып кетеді. Ол не істейді? Ұшып кетеді. Апай, киеді. Қалпақ киеді. Демек киеді, ұшып кетеді. Жақсы. Олай болса, осы жаттығуды дәптерімізді ашып, жазып алайық балаларымыз. Бүгін күнді жазып аламыз. Аспай жазамыз. Жоқ, бізбен қасына 60-шы жаттығу деп қоя саласың. 60-шы жаттығу деп жазылды. Merhabalar. Бәріміз ұсақ белгі береміз бар. Кейін жалғастырамыз. Қолда жүріп. Жарайсыңдар, болды ма? Жақсы балалар. Олай болса, орнымыздан тұрып, серіктің сәтін жасап алайық. Бәріміз тұрамыз. 1, 2, 3. Берілген етістікті тауып, сонымен етістіктердің ішіндегі туынды етістікті табамыз екен. Бірінші, сезім оқшы етістіктерді. Туынды жырлар, жауды ақылдар, тасыды биле, жүзді тұздар. Ал енді осының ішіндегі қазір тақтаға өзіңіз ойласаңыз да, әркім өздері іштерінен ойласып, туынды етістікті табасыңдар. Ойласаңыз ішіңізден жай ғана ойласыңдар. Сөйтіп дайын болған соң айтсын. Сөйтіп тақтаға жазамыз. Қонды, жырла, жауды, ақылдас, тасыды, биле, жүзді, тұздар. Тез. Қайсы топта дайын? Туын етістік қайсы осының ішіндегі? Берсін. Бірге. Жақсы. Ал, екінші топ, бірінші топтың оқушысқансы айтады. Қайсысы деп айтады? Жүрген туынды етістік, ақылдас, тасыды, жүзді, ақылдас. Жарайды, ақылдас. Дұрыс, түбірі ақыл. Я? Ал сендерге? Егер жырлар. Түбірі? Жыр.
Тамаша. Тағы бар ма? Отыра қой. Тамаша, отыра қой. Тағы. Дұрыс. Түбірі би. Түрге айтамыз. Түбірі би. Лен, дұрыс. Тағы да? Тұзба. Дұрыс, тұзба. Ал тақтаға. Кәусар шын жазаға тақпарыңды. Жаздаймыз. Медалдар жаз. Мияқа жаздаймыз. Ақылдас. Ақылдас. Жақсы, отыра қой. Марай, жаңағы айтып тағы не деді? Жырла. Биде. Жырла. Балайын. Тұздар, иә? Биде дегенде. Иә. Түбірі тұз. Не тұз? Да, жұрнақ арқылы туынды етістікке айналып отыр. Жақсы. Бегас келі ғой. Биде. Жақсы. Түбірі қайсы? Би. Жақсы отыра қой. Ал отыра қой. Енді балалар. Сонымен бүгін біз сендермен қай сөз табын өттік? Етістік сөз табын өттік, иә? Енді сол жаңағы етістіктің біз әзір сендер кешегі өткен заң есімнен екеуін не істейсіңдер? Салыстырамыз. Былайша айтқан уақытта етістік қай сөзді арналды? Етістік пен зат есімді салыстырасыңдар балалар. Кейін оларды қалай болатынын жазамыз. Мынадан екі топ өздері соны сіз белгілейсіңдер. Былайша айтқанда бет диаграммасын сызамыз. Iya. Давай, біреу мына жаза берсеңдерші, екіншінде. Екіншінде жаза берсің. Бас яваздары. Iya, terus. Asıp getirirsin. Жаза Iya, жаза беріңдер. Iya, awalnya langsung masuk
Дайын болғанымыз. Жарайды, балалар, жақсы. Енді әр топтың оқушылары соны не істейміз? Қорғаймыз. Екі топ салыстырып көреміз енді. Ал бірінші болған екінші топтың оқушылары айтады, түсіндіріңізге. Жетістік болымды, болымсыз болып бөлінеді, тағы да туынды, негізгі деп бөлінеді. Оның сұрақ тағы дара күрделі дара және күрделі болып бөлінеді тағы. Ал заңдесіне келсек, ол дара күрделі болып бөлінеді, жекеше көкше болып бөлінеді, және де ол бастаушы қызметін атқарады. Не заңдесін не қызметін атқарады деген? Бастаушы қызметін атқарады. Және екеуіне қатысты неге бұл жерде? Сөз тағылымдары және тұрлаулы жүйелі қызметін атқарады екен екеуінде. Тамаша, жақсы. Ал енді Каусар, сен айта ғой? Зат есім дегеніміз ол, оның сұрақтары кім не, ал көкше түрі кімдер неге. Ал зат есім зерттеледі әрі жіктеледі. Ал етістіктің сұрағы не істеді, не қылды, қайтты, ол дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Ал екеуіне қосылған сөзді сөз таптары және тұрлаулы мүше деп атаймыз. Жалпы жақсы балалар. Енді отыра. Олар жазыңдар. Бүгінгі күндегі сабақтан алған әсерлеріңізді көрсетіңдерші. Қандай әсер алдық сабақтан? Жарайсыздар. Олай болса қазір бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Үйге тапсырма. Мына жердегі 63-ші жаттығу не қыламыз? Тиіп сөздерді көшіріп жазып бересіңдер. Балалар. Балалар, осымен қазақ тілі сабағы аяқталды.